Сәлем достар, біз бүгін дүкендегі печеньелардан кем түспейтін овсяное печенье жасаймыз. Өте дәмді, хрустящий болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен әлі талай тәтті рецепттермен бөлісетін боламын. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сұлы қосылған печеньенің рецептімен бөлісе кетсем, бөлме температурасындағы сары майға қантымызды қосып, жақсылап бір-біріне біріккенше араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқа массамыз ағарғаннан кейін 3 шай қасық ұн қосқышымызды, сұлымызды қосып араластырамыз. Артынша керегінше ұн қосамыз. Бұл жерде мен ұнды көз мөлшерімен алдым. Себебі қамырымыз жұмсақ, қолға аздап жабысып тұратындай болуы тиіс. Ұнды көп қосып жерсеңіздер, қамырымыз қатты, пісқан кезде печеньеміз де қатты болып піседі. Печеньеміздің қамыры дайын болған кезде өзіміздің қалауымызша шоколад, я болмаса грек жаңғағын қосуымызға болады. Мен шоколад қосып жасадым. Енді осы қамырымызды дөңгелетіп печенье жасаймыз. Дайын болған печеньемізді 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Овсяное печеньеміз өте дәмді болып піседі. Жасалу жолы өте оңай, көп ингредиенттерді қажет етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамаңыздар, сау болыңыздар.